Мынау алтын қоңыз простатитті гарантированно емдейді. Енді бұны тақия киіп алып сөйлесем де болады, себебі бұл қазақтың халық емі. Бұл простатиттің белгілері өзі мынау түнде кіші дәретке қайта шыға беру. Екінші белгісі бар, мынау төсекте әлсіз болып қалуы, аспаптың жатып қалуы, тұрмай қалуы, сондай мәселелер реттейді. Үшінші мәселе, мынау ұрықтың сапасының аз болуы, бала көтеру мәселесі болмауы, сондай жағдайларда өте жақсы көмектеседі. Төртінші мәселе, бүйрек суықтаған кезде бүйректі де емдеп жібереді. Бұны бүйрек өтінде тасы барларға мүлдем ішуге болмайды, себебі брюс берсе өздеріңіз қиналасыздар. Екінші мәселе, асқазан ойық жарасы, яғни язва болмаса болды. Изжога анау мынау ол кезде іше бересіз, оған қатты проблема жоқ. Язва деген асқазан ойық жарасы, жараның бетін ашып жібермес үшін ғана. Бұл алтын қоңызды жаңағы 43 штук ішсе простатиттен толығымен емделіп кетеді. 877-257-14-19 WhatsAppқа жазыңыздар, және халық емі Нұрғаділ деп YouTubeға, Instagramға жазсаңыздар, сол жерде қаншама адамдардың емделген 300-400 адамның отзывтарын салып қойған. До и после деген жаңағы бала болмай жүреді, бала көтерді, болмаса мынау алысқа шаппай жүретім, түнгі шабысым 2 емес 4 болды. Одан бөлек жаңағы реальный результат болды. Осындай простатитпен ауырдым, УЗИ заключениемен келді, жаңағы спермограммасын тапсырған до и после деген анализдердің қағаздары барлығы салынған. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мынандай домалақ вариант бар, шөптермен қосылып жасалған. Бұны біз пробный көрсем бола ма дейтіндерге арнап жасап қойғанбыз. Бұл енді қымбаттау, себебі бұл пробный деп сұрайтындар үшін. Бұл ауыртпайтын вариант. Яғни мына алтын қоңыз ауыртқанмен бұл жігіттер қаншама рет ішіп шыдап жатыр, проблема жоқ. Кейбір енді арада болып қалады, өтініш мүлдем ауыртпайтын варианты бар ма дейді. Сондай кезде осындай домалақ шөптерден жасалған вариантын береміз, чтобы бұның өзі 5 штук 13 штук ішкеннің әсерімен бірдей. Бірақ мен сіздерге айтар едім, одан да 40 штук алып толығымен емделгенге не жетсін. Толығымен бір рет емделсеңіздер, бұл алтын қоңыз қайта іше беретін нәрсе емес, өзі бір-ақ рет ішіледі, неше курс ішу керек дейтіндерге арналған ғой. Емделу үшін WhatsAppқа жазыңыздар.